Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода тай қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте керемет дәмді болып шығады. Жылқы еті қажет болады. Жас жылқының свежий осындай балғын етін алдым. Картоп қажет болады. Жуа пияз қажет болады. Қара бұрыш, паприка, тұз және де чеснок қажет болады. Мен етімізді жарты сағат 40 минутқа морозильникке қойып алған болатынмын. Біздің еттеріміз жақсы туралу үшін. Тұздалған ет нежелательно. Бұл қуырдақ балғын осындай свежий етпен ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан жас малдың осындай балғын свежий етінен жасалу қажет. Біз морозильникке қойып алғандықтан 4 бұрышты формасын оңай кесіп алатын боламыз. Осылай мінекей 4 бұрышты қылып етімізді видеодағыдай турап алатын боламыз. Осылай мінекей кесіп дайындап алдық. Пиязымызды осындай жартылай дөңгелек қылып кесіп аламыз. Қазанымызды отымызға қойып, сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне осы туралған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Біздің отымыз қатты шығып тұруы қажет. Біз қатты отта қуыратын боламыз етімізді. Үстінен тұзымызды саламыз. Чесногымызды саламыз. Чесногымызды осылай турап салдым, майдалап. Қара бұрышымызды саламыз. Етімізді жақсылап бір араластырып, қақпағын жауып, біз бір қуырып алатын боламыз. Жақсылап осылай бір қуырып алдық. Енді үстінен пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды молынан саламыз. Қақпағын жауып, орта отта бір жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Енді біз картоптарымызды дайындап аламыз. Картоптарымызды біз пешке пісіріп қосатын боламыз. Біздің картоптарымызды да тура ет сияқты 4 бұрыштап, осылай көбек қылып турап алатын боламыз. Картоптарымызды осылай мінекей турап алдық. Үстінен енді тұзымызды қосамыз. Чесногымызды қосамыз. Осы тай қуырдағымызға қажетті заттардың бәрін өлшемімен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бір шай қасықтай паприкамызды қосамыз. Азырақ сұйық май құйып, картоптарымызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста 25 минуттай осы картоптарымыз жұмсарып піскенше қойып пісіріп алатын боламыз. Осылай жайып қоямыз. Тығыз болып кетпеуі қажет. Қызып тұрған пешімізге 200 градусқа 25-30 минуттай біздің картоптарымыз піскенше қойып пісіріп аламыз. Біздің еттеріміз 10-15 минуттай осылай қайнап жатыр.
Енді осы етіміздің суы молынан шығып кетсе, осылай біз осы суынан азырақ құйып шетке алатын боламыз. Біздің етіміз жас мал еті болғандықтан, жас жылқы еті болғандықтан, суы көп болса қатты езіліп кетеді, сондықтан суын азайтатын боламыз. Біздің қуырдағымыз кішкене суы аздау болып піскені дұрыс, дәмдірек болады. Осылай мен шетінен 4-5 ожаудай суынан құйып алдым, шығарып. Егер көбігі пенкасы шығып жатса, пенкасынан да тазартып аламыз. Және де үстінен қалған біздің пияздарымызды қосамыз. Пиязымыз мол болғаны жақсы, біздің қуырдақтарымыз дәмді болу үшін. Үстінен паприкамыз саламыз. Жарты сағатқа тағы да бұқтырып пісіретін боламыз. Біздің еттеріміз өте керемет дәмді болып піседі, жұп-жұмсақ болып шығады. Пешке қойған картоптарымыз осылай жұмсақ болып пісіп шықты. Біздің етімізді тағы да бір жарты сағатқа бұқтырған соң толықтай пісті. Енді осы пісіп тұрған етіміздің үстіне картоптарымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің картоптарымыз толықтай пеште пісіп шыққандықтан тек араластырып қана дайын тағамымызды ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Тура мейрамханадағылардай тай қуырдақ, аузыңызда дәмі қалады. Біздің картоптарымыз духовкада піскендіктен ерекше дәм береді. Біздің етімізбен араластырғанда өте керемет жұмсақ дәмді болып, аузыңызда дәм қалатындай ерекше тағам. Жасап көруге кеңес етемін. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Астарың дәмді болсын.